Мен Дәурен Сұлтанғали, Қостанай қаласының тұрғыны, Алға Қазақстан бастамашылық тобының мүшесімін. 2024 жыл 16 ақпанда сағат 15:00-де мені жұмыстан департамент мүшелері ДВД-дан келіп, екі сотрудник Ардақ Дәуренбекұлы Тілеукеев және Орынбаев Жанат деген екі жігіт келіп, жұмыстан алып кетті допросқа. Бұлардың причинасы, мен әр жерге фондқа ақша аудардым дейді, шетелге ақша жібердім дейді. Сосын активисттарға, түрмеде жатқан активисттарға ақша неге аударасың деген сияқты сұрақ. Менің көзқарасымды, саяси көзқарасымды бұлар тосқауыл қоюда, жаппай қуғынға ұшыратуға себепкер болып тұр. Сосын мені следак Баламұратов Серік деген жігіт жүргізді. Өздеріне керекті жауаптарын алды. Мен ешқандай нені мойындаған жоқпын. Сонымен жұмысқа келіп тастады. Сонда бұл Тоқаевтың режимі жаппай түрмеге қамау, қудалау, белсенділердің бір-бірін қолдауын бәріне шектеу қойып отыр деген сөз ғой. Бұл күрес жалғаса береді. Біз жалғастыра береміз.